Қымбатты оқушылар, сәлеметсіздер ма? Бүгін біз сіздерменен морфология жайлы сөйлесеміз. Морфология ол сөз таптарының атқаратын қызметі, сұрағы, мағынасы түрленуі секілді мәселелерді қамтиды, қарастырады. Сөз таптарының өзі үш түрлі сөзден тұрады. Атаушы сөздер. Бұлар белгілі бір ұғымның атауын білдіреді. Адам кім, тау не, жасыл қандай, 13 қанша. Екінші түрі одағай сөздер. Адамдардың түрлі көңіл күйін білдіреді. Мысалы, па шіркін, әттең, ойпырмай, шүрі деген сөздер одағай сөздер, адамның көңіл күйін білдіреді. Үшінші сөздер ешқандай лексикалық мағынасы жоқ, басқа сөздердің жетегінде жүретін сөздер. Мысалы, көмекші есімді қараңыз. Алт, арт, үст, жан, маң. Өз алдында ешқандай мағыналары жоқ. Олардың алдында тек қана басқа сөздер тіркесіп келсе ғана мағына береді. Мысалы, үйдің алды, үйдің арты, үйдің үсті, ауылдың жаны, ауылдың маңы деп келсек, біз қайбір нәрсенің тұрған жерін, мекенін көрсетеміз. Оған бізге көмек көрсететін осы алт, арт, үст, жан, маң деген көмекші есімдер. Және бір түрі көмекші сөздің шылау. Әрі, соң, да, де, та, де деген шылаулардың барлығы сөзбен сөзді байланыстырады. Және ол солай етіп қана сөйлемге мағына береді. Мысалы, сабақ аяқталған соң футбол алаңына барамыз дегенде, біз енді сабақ аяқталғаннан деп қойсақ, соңғы айтпасақ түсініксіз болады ғой. Сондықтан бұл шылаулардың да өзіндік қызметі бар. Олар да сөйлемге мағына үстейді. Көмекші етістіктер ет, жазда, де, е. Айтайық, қызмет етті, жығыла жаздады, айтып еді, ол бұлай деді деген етістіктерді жеке алғанда бұлай осындай етістіктер. Ет, жазда, де. Бұлардың ешқайсының жеке тұрғанда мағынасы жоқ. Олар міндетті түрде өзінің алдында тұрған сөздерге тіркесіп келіп, үстеме қосымша мағына береді. Бұлардың бәрінің аттары сондықтан да көмекші сөз деп аталады. Сөз таптары енді соған келсек, қазақ тілінде бізде 9 сөз табы бар. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, шылау, одағай және еліктеу сөздер. Зат есім заттың атын білдіреді. Олардың сұрақтары кім, кімдер, не, нелер. Тұлғасына қарай зат есімдер, негізгі зат есім, туынды зат есім. Манадан біз негізгі сөзді, туынды сөзді айтқанда есімізге салдық, алдық. Ол негізгі зат есім бөлшектенбейтін түбір зат есім. Мысалы, ат, ан бөлшектенбейді. Мал, дала, жер, жем бөлшектенбейді. А туынды зат есім жұрнақтан жасалған зат есім. Мысалы, білім дегеннің түбірі біл, ім деген жұрна жалғану арқылы жаңа сөз пайда болды. Дос деген түбірі дос, тық жұрнағы жалғану арқылы достық деген жаңа сөз пайда болды. Құрамына қарай зат есімдер дара және күрделі. Бір түбірден болса ол дара. Және есіңізде болсын, мана айттық қой өткен сабақтарда. Аттарымыздың десек, бұл да дара. Бірақ оған жалғаулар жалғанып тұр. Аттар, ымыз, дың деген үш түрлі жалғау жалғанып тұр. Дегенмен ол дара зат есім, өйткені ол бірақ түбірден жасалған. А күрделі зат есім екі түбірден жасалады. 4 түрі бар. Біріншісі біріккен зат есім. Мысалы, ит, балық екі түбірден жасалып тұр. Ит және балық. Қосарлы, әке, шеше екі түбірден жасалып тұр. Тіркесті, қой еті екі түбірден жасалып тұр. Қысқарған БО біріккен ұлттар ұйымы алғашқы әріптері алынып тұр. Қысқарған зат есім. Бұл күрделі. Бұл жайлы бізде күрделі сөздер жайлы айтқанда өткенбіз. Соның ішінде күрделі зат есімдер осындай 4 түрлі болады екен. Балалар, біз қазір зат есімнің 2 түрін ғана таныстық, түрімен ғана. Тұлғасына қарай негізгі зат есім, туынды зат есім, құрамына қарай дара зат есім және күрделі зат есім. Келесі, зат есімнің 3-ші түрі мағынасына қарай. Деректі зат есім, бұл көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын зат есім. Мысалы, су, есік, қан. Кез келген көріп тұрған нәрсені біз деректі зат есім дейміз. Оны біз өйткені көзбен көреміз, қолымызбен ұстаймыз. Нан, кітап, кез келген сөз, үстел деген сөздердің атаулары бар да. Осыларды көзбен көретін болғандықтан ол бізге деректі, яғни түсінікті, белгілі зат есім.
Дерексіз деген бізге түсініксіз. Көзбен көре алмаймыз, қолмен ұстай алмаймыз. Тек оймен ғана білінетін ұғым құбылыстың атауы. Мысалы, арман, қуаныш, ақыл, сезім. Айтады ғой, арманыңа жет қарағым дейді. Осындағы арман деген сөзді біз көзімізбен көреміз бе? Жоқ. Баланың ішінде қандай арманы бар екенін біз білмейміз де. Бұл тек қана оймен. Ол бала дәрігер болғысы келетін шығар. Ол бала космосқа, ғарышқа шыққысы келетін шығар. Ол өзіне ғана белгілі ұғым. Түсініңіз ғой. Қуаныш, мысалы қуаныш деген адамның аты болса, ол деректі. Ал егер қуаныш деген жай сөз болса, ол адамның жүрегін не толатын, сондай бір керемет сезім беретін сөздің, ұғымның аты. Оны біз оймен ғана түсінеміз. Осындай зат есімдерді дерексіз зат есімдер дейміз. Атауына қарай зат есімдер жалпы есім және жалқы есім болады. Жалпы есім біртектес заттардың жалпы атауы. Кісі, өзен, жалқы есім осы кісінің аты. Асан немесе Оразов, бұл жалқы есім. Жекелеп айтқан аты. Оны бас әріппен жазылады міндетті түрде. Жер судың атауы Ақтау, Астана, Алматы, немесе өзендердің аты Ертіс, Есіл, Талас. Бұлардың бәрі жер судың аттары, нақты атауы әр заттың. Олар да бас әріппен жазылады. Астрономиялық атаулары мысалы күн, Марс, жер, немесе жұлдыздардың тікелей атаулары, олардың барлығы бас әріппен жазылады. Шығармалардың атауы, әннің аты, кітаптың аты, өзен, мысалға менің атым Қожа деген кинофильмнің аты, бұлар бас әріппен жазылады. Мекеменің, облыстың аттары, Түлкібас ауданы, Тараз қаласы, Шымкент облысы десек, Астана қаласы десек, алдыңғы бірінші әріптері бас әріппен жазылады. Бұлар жалқы есімдер. Былайша айтқанда жекелеп атап көрсететін атаулар жалқы есімдер деп аталады. Бұған қосымша айтарымыз, зат есімнің тағы болымсыз түрі болады. Мысалы біз етістіктің болымсыз түрін айтамыз ғой, бардым, бармадым, айттым, айтпадым, жұрнақтары бар. Зат есімнің болымсыз түрі емес деген сөз арқылы жасалады. Емес деген сөз арқылы. Мысалы, мен оқушы емеспін. Сен мұғалім емессің. Ол қызметкер емес. Көрдіңіз бе? Сонда ол зат есімнің болымсыз түрі осы емес деген сөз арқылы олар жіктеліп келеді. Емеспін, емессің, емессіз, ол емес. Ол оқушы емес. Мына жерді қарап көріңіз, тапсырмада негізгі зат есімді белгілеңіз дейді. Қайсысы негізгі зат есімге жатады? Түбір тұлғадағы зат есім. Күнделік пе, көркем бе, ұлық па, қол ма, ұғу ма? Әрине қол. Күнделікті айта алмаймыз, өйткені ол күн, сосын делік. Түсініңіз ғой, қол. Деректі зат есімді анықтаңыз дейді. Азап, шабуыл, дәулет, тас, ария. Қайсы деректі зат есім? Тас, әрине тас. Көзбен көреміз, қолмен ұстаймыз. Екінші сөз табының түрі сын есім. Сын есім заттың сын сипатын, сапасын, көлемін, дәмін білдіреді. Мысалы, сұрақтары қандай, қай. Сын есімдер мағынасына қарай сапалық және қатыстық. Сапалық сын есімдер сындық белгіні анықтап көрсетеді. Сапасын көрсетеді. Ақ, қара, сұлу, көк, қызыл. Қатыстық сын есім заттың сынын, дәмін, түсін, жалпы жағдайын басқа сөз таптарынан білдіреді. Мысалы, тұзды ас, тұзды су. Оның несі бар деген сөз? Тұзы бар деген сөз. Сулы жер. Қандай жер? Су жайылып кеткен жер. Дымқыл жер. Көрдіңіз бе? Суға байланысты көрсетіп тұр. Немесе былай айтсақ, аттылы адам келе жатыр. Қандай адам келе жатыр? Аттылы. Ол атқа мініп келе жатыр деген сөз. Жаяу адам келе жатыр десек, ол қатыстық болмайды. Ол қандай адам? Жаяу адам. Ол сапалық сын есім болады. Көрдіңіз бе? Айтамыз, ұзын бұрымды қыз. Қандай қыз? Ұзын бұрымды. Оның ұзын бұрымы бар деген сөз. Қысқа шашты қыз, керісінше шашы қысқа қыз деген сөз. О да қатыстық сын есім. Егер сұлу қыз десекші, ол сапалық сын есім. Ештеңкеге қатыссыз заттың, адамның өзінің жалпы сапасын білдіріп тұр. Айтайық, қазір айтам,
көп осындай мысалдар көп келтіруге болады, уақыт алмайын. Тұлғасына қарай. Негізгі зат есім, туынды зат есім. Тек қана түбір, сын есім, кешіріңіз. Тек қана түбірден болса, ол негізгі сын есім. Сары, таза, ақ, қара, қызыл, тағы басқа. Туынды сын есім екі сөзден тұрады. Екі сөзден тұрады. Жұрнақ жалғану арқылы. Ашық, сырлас. Сыр деген зат есімнен лас қосылып, жұрнақ қосылып, ол сырлас адам. Қандай адам? Сырлас адам. Бір-біріменен үнемі сырласып отыратын, әңгімелесіп отыратын адам деген сөз. Ашық есік, қандай есік? Ашық есік. Немесе ашық мінез. Аш деген сөзге ық деген жұрнақ жалғану арқылы, қосымша жалғану арқылы туынды сын есім жасалып тұр. Құрамына қарай дара сын есім бір ғана түбірден тұрады. Үлкен, тар, кең. Күрделі сын есім екі сөзден тұрады. Қысқа бойлы, сары, ала, екі сөзден тұрып тұр. Осындай құрамына қарай дара және күрделі. Қараңыз ба, бірінші мағынасына қарай сапалық, қатыстық, тұлғасына қарай негізгі туынды, құрамына қарай дара және күрделі сын есім. Енді сын есімнің шырайлары бар. Шырайлары. Яғни айтқанда сын есім заттың сынын белгілі бір деңгейде көрсетеді. Мысалы, жай шырай болса, жай көрсетеді. Әдемі, жақсы, қызық, сүйкімді деген жай ғана түрі. Жай көрсетеді. Кәдімгі өзі қалай бар, солай көрсетеді. Салыстырмалы шырай екінші бір затпен салыстырып көрсетеді. Рақ-рек, лау-леу, дау-деу жұрнақтар. Мысалы, мына қыз, мына үй, ана үйге қараған, біздің үйге қарағанда кішірек. Мына бала жасырақ, мынау қыз әдемілеу, мына кісі семіздеу, мына тау биіктеу, мынау зат, кітап немесе көйлек сарылау. Көрдіңіз бе? Салыстырып көрсетіп жатыр. Күшейтпелі шырай. Бірінші ол күшейткіш буын арқылы жасалады. Сап-сары, сап деген күшейткіш буын. Немесе әппақ, жап-жасыл, қып-қызыл, қап-қара. Осындағы сап, ап, жап, қып дегеннің бәрі буындар. Бұлар күшейткіш буындар. Және күшейткіш үстеулер арқылы. Ең, өте, тым, аса деген күшейткіш үстеулер арқылы жасалады. Мысалы, өте жақсы. Жай жақсы емес. Немесе жап-жақсы десек, ол күшейткіш буын арқылы. Өте жақсы десек, күшейткіш үстеу арқылы. Тым биік, өте биік. Тіпті жақын. Көрдіңіз бе? Бұндағы өте, тым, тіпті дегендер күшейткіш үстеулер. Енді тапсырмаларды көрейік. Сын есімнің шырайлары дегеніміз осы. Үш шырай бар. Жай шырай, салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырай. Суретке түсіріп алыңыздар, кейін дәптерге жазып отырыңыздар. Сіздердің кішкентай кітаптарыңыз тола бастайды. Тапсырмалар. Төмендегі сын есімдерден салыстырмалы шырай жасаңыздар дейді. Төмен, жуас. Қалай жасаймыз салыстырмалы шырайды? Не арқылы? Мынау рақ-рек, лау-деу, дау-деу. Қалай жасаймыз? Төмен, төменірек, жуас, жуастау, әділ, әділдеу, немесе әділірек, сүйкімдірек, қошқылдау, сылбырлау, тентектеу, тарлау, бозғыл. Осылай да айтуға болады. Боз, анаған қарағанда бозғыл. Көрдіңіз бе? Осындай салыстырмалы шырай жасадық. Енді төмендегі сын есімдерге сапалық сын есімдерді бір бөлек, қатыстық сын есімдерді бір бөлек жаз дейді. Мысалы, қызыл деген қандай? Әрине сапалық. Еріншек деген қандай? Сапалық. Ақылды деген қатыстық, өйткені ол оның ақылына байланысты. Қарала деген сапалық, түпсіз деген қатыстық, түбі терең деген сөз. Түбіне байланысты. Терең деген сапалық, кең сапалық, алыс сапалық, анық сапалық, ибалы деген қатыстық, өйткені ол оның ибалы деп қандай адамды айтамыз? Мәдениетті, инабатты адам деген сөз. Иба деген сөзге, инабат деген сөзге жұрнағы жалғану арқылы жасалған. Мықтыны олай бөле алмайсың, ол сапалық. Пәлеқор деген ол қатыстық әрине. Ол қандай адам деген сөз? Көп пәле ойлайтын, мінезі, ниеті жаман адам деген сөз. Соған жаңағы пәле деген өз алдына сөзге, пәлеқор деген қор жұрнағы жалғану арқылы қатыстық сын есім жасалып тұр. Жеңіл сапалық, жайлы. Бұны қатыстық деп те айтсақ болады. Жайлы.
Білгіш деген әрине қатыстық, білгеніне байланысты. Біл, көп білетін адамды білгіш адам дейді. Кәрі сапалық, жасық сапалық, арзан сапалық сын есім. Көрдіңіз бе, сапалық сын есім мен қатыстық сын есімнің айырмасы тек қана сонда. Сапалық сын есім заттың сынын тікелей көрсетеді, а қатыстық сын есім заттың сынын басқа бір затпенен затқа байланысты көрсетеді, байланысты. Туынды сын есімдердің жұрнағы бір бөлек, түбірін бір бөлек жаз дейді. Мысалға, түнгі, көргіш, айла, кер, жалп, ақ, не жалп, ақ емес, жалп, ақ, мүйіз, сіз, күлкі, шіл, ұзын, ша, кішкен, тай. Кішкене деген сөзге тай жалғанып тұр. Ашулы, ұстамды, тершең. Тершең деген қандай адам? Көп терлейтін адам, Ақшыл, сұрғылт, балалы, денелі. Денелі деген қандай адам? Денесі ірі деген сөз. Көйлек, шең, тұзды, басшы, жалақор. Бұлар туынды сын есімдер. Не сіздермен біз бүгін, қымбат оқушылар, зат есім және сын есім жайлы мағлұмат алдық. Морфология. Түсіңіз ғой. Жалпы сөздерді біз атауыш, одағай, көмекші деп үшке бөледі екенбіз. Оның ішінде сөз таптарының ішінде сөз таптары 9, зат есім мынандай тұлғасына қарай, құрамына қарай, мағынасына, атауына қарай бөлінеді екен. Сын есім мағынасына, тұлғасына, құрамына қарай бөлінеді екен, және оның 3 түрлі шырайлары бар екен. Жай шырай, салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырай. Қымбатты оқушылар, барлығын дәптертеріңе түсіріп, телефондарыңа суретін алып, салып, одан дәптертеріңе жазып қойсаңыздар, сіздердің кішкентай кітапшаларыңыз әрдайым сіздерге қызмет етеді. Егер де мен сіздерге жақсы мағлұмат бере алсам өте қуаныштымын. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.